Жұбайлар шаттығы. Мұхаммед Ахмад Канған. Ерлі зайыптылардың қосылуы. Арттан келу үкімі. Аллах тағала әйелдерің егіндіктеріңе қалай қаласаңдар да келіңдер деген. Егіндік, яғни егін егетін жерде, бұл жерде бейнелі түрде әйелдің алдыңғы мүшесі айтылып отыр. Өйткені әйелдің алдыңғы мүшесі ұрық орналасып, бала өсетін жатырға апаратын жол. Аяттың мазмұны: әйелдеріңе өздерің қалаған жолмен келулеріңе күнә жоқ. Қосыларың тек қана Аллах адам баласын жарататын жатырға апаратын алдыңғы мүшесі арқылы қосылыңдар. Ал әйелдің артқы мүшесіне артылу харамға жатады. Оны айғақтайтын көптеген хадис бар. Әбу Хурайра, Аллах оған разы болсын, Аллах елшісі, Алланың игілігі мен сәлемі болсын, әйеліне артынан келген адамға қиямет күні Аллах тағала қарамайды деді деген. Тағы бір риуаятта әйеліне артынан келген еркекке лағнет болсын делінген. Хузайма ибн Сәбит, Аллах оған разы болсын, Аллах елшісі, Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Аллах ақиқатты баяндауға ұялмайды, әйелдерге артынан келмеңдер деді деген. Ал Бақара сүресінің 222 аятында Аллах тағала сенен етекір жайлы сұрайды. Оларға ол жиіркенішті нәрсе. Етекір кезінде әйелдерден аулақ болыңдар, оларға тазарғанға дейін жақындаспаңдар. Қашан олар анық тазарса, оларға Аллахтың өздеріңе бұйырған жерінен жақындасыңдар де. Шәксіз Аллах тәуба етушілерді жақсы көреді, әрі таза болушыларды жақсы көреді деп рұқсат етілген қатынастан өзгесі харамға жататынын анық көрсеткен. Яғни бұл аят оларға Аллахтың өздеріңе бұйырған жерінен жақындасыңдар деген сөзімен бұлай жасаудың нағыз харамға жатарын айғақтап отыр. Аяттағы жақындасуға бұйырылған жер әйелдің қынабы, өйткені етекір қаны жатырдан ғана шығады. Сондықтан еркекке атылған жерден басқа жер арқылы төсек қатынасын жасауға тыйым салынып, әрі етекірі келген әйелдерден аулақ болу бұйырылып отыр. Егер артқы мүше арқылы жақындасуға тыйым салынбаған болса, етекір кезінде соны пайдалана тұруға рұқсат етілер еді. Етекір кезінде қосылудың харам болатын себептерінің бірі қасабаның қанмен былғануы. Әйел етекірден толық тазарып, ғұсыл құйынбайынша қосылу харам. Құран кәрімде оларға тазарғанға дейін жақындаспаңдар. Қашан олар анық тазарса, оларға Аллах өздеріңе бұйырған жерінен жақындасыңдар делінген. Бұл аяттың мағынасы: әйелдің алдыңғы мүшесі етекір біткен соң ғана тазарады. Ал тік ішек арқылы нәжіс шығатындықтан тік ішектің таза болуы мүмкін емес. Сондықтан еркек қасабын кіргізгенде міндетті түрде былғанып нәжіс болады. Ал мұсылман адамға денесінің қай мүшесін болса да нәжіспен былғауға болмайды. Керісінше нәжістен тазалану парыз етілген. Осы орайда ғұламалардың еркектің жыныс мүшесі зәрмен ластанған болса, оны сумен тазалап жумай әйелмен қосылуына болмайды. Сол секілді әйелдің де жыныс мүшесі зәрмен ластанса, оны сумен жумай күйеумен қосылуына рұқсат жоқ деген сөзін келтіргеніміз жөн. Демек, ерінің қасабын әйелінің артқы мүшесіне кіргізуі шариғатта харам етілген. Мұсылман адамның шариғат үкімін аттап кетпесі анық. Ол Аллахтың бұйрығына толық бойсынып бағынады. Ал қазіргі қоғамымыздағы дінсіздердің арасында зинақорлық, лиуат, еркектің еркекке артылуы сияқты харам істердің белең алуына байланысты спид секілді адам ағзасының иммунитетін жоятын аурулардың және жыныстық мүшелердің аса қауіпті жұқпалы дерттердің орын алғаны кімге де болса жасырын емес. Ендеше мұсылманға тән Аллахтан бұйырылғанды орындап, Аллахтың әміріне мойынсұнсақ, бұл арам аралға апарар ғасы сырқатынан аман боларымыз хақ. Анонизм, мастурбация жасырын әдет. Анонизм, мастурбация дегеніміз ұрықты жыныстық қатынас жолынан басқа жолмен шығару. Мұны кей кезде жасырын әдет деп те атайды. Себебі көбінесе бұл іс сырт көзден таса жасырын жалғыз қалғанда жыныстық мүшені үйкеліске түсіру арқылы жасалады. Имам Малик, Шафиғи, Әбу Ханифа мазхабына жататын ғұламалар мұны харамға жатқызған. Алайда анонизмнің харамдығы зинаның харамдығымен тең келмесі анық. Өйткені әлде бір кісі осы екеуінің бірін жасамаса болмайтындай жағдайға жетсе, зинадан гөрі күнәсі жеңілдеу болғандықтан осы жолды қолдануына болады. Имам Ахмад секілді ғұламалар бұл іске зинақорлықтан сақтану үшін рұқсат берген. Әлбетте бұл жерде ғұламалардың анонизм немесе мастурбацияны не үшін рұқсат еткенін тізбелеу жату орынсыз. Сондықтан бел суытудың бұл әдісіне бой үйретіп, әдетке айналдыруды харамға жатқызғанын айтумен шектелейік.
Өйткені ғұламалар негізі адам баласына зиян болатын әрекеттерге құнығуды ешқашан рұқсат етпейді. Тіпті адам ағзасының қалыпты қызмет жасауына қажетті аз ауқаттың өзі де асқазанның 1/3 бөлігін толтырардай мөлшерден асса зиян болатындықтан шектен тыс ауқаттануға тыйым салған емес пе? Сол сияқты егер жасырын әдет адам ағзасына зиянды болатын болса, ғұламалар оны неге харам етпесін? Жалпы имам Ахмад болсын, басқа ғұламалар болсын, адам баласына зиянды іс-әрекеттерге ешқашанда рұқсат етпегені анық. Ендеше мұндай әдеттен мүлдем аулақ болу керек. Дегенмен бұл әдет өзі өте бір тайғанақ нәрсе. Адам баласының жаман әдетке бойы оп-оңай үйреніп кететіні, кейіннен одан құтыла алмай әлек болатыны шындық. Еркектің жыныс мүшесінің басы аса сезімтал болып келеді. Қосылу кезінде ол ұрық безіне белгі беріп, нәтижесінде белгілі мөлшердегі ұрық мәни шығып, еркектің қуық асты безінен пристательная железа шығатын сұйықтықпен араласады. Бұл шәуітті сұйылтып, оның белсенділігін арттыратын сұйықтық. Осы сұйықтықтың шығуымен құмарлық басылып тынышталады. Егер адам жыныс мүшесімен ойнай берсе, үрпісінің терісі қалыңдап, сезімталдығы бәсеңдейді және қуық асты безінің сұйығымен араласпаған ұрық пайда болады. Ал бұл құмарлықтың қозуын басатын ерекше сұйықтық. Егер ұрық бұл сұйықтықпен араласпаса, құмарлықтың басылуы уақытша ғана болады. Сосын ол қатты қозады. Нәтижесінде бұл адам екінші, үшінші тіпті одан да көп шығаруға мәжбүр болады. Тіпті осының салдарынан қасабасы мен ұрық жолдарына зиян тиіп, соңында қан шығып кетуі мүмкін. Бұл жаңа ғана ержете бастаған жастар үшін өте қауіпті. Өйткені анонизммен айналысудың салдарынан үрпісінің сезімталдығы әлсіреген кісінің кейіннен жыныстық қатынас жасауға үйренуге екіталай. Себебі анонизм салдарынан әлсіреген жыныстық мүшесінің басы қынапқа кіргізгенде қозбайтын болады. Яғни ұрық мәни қолмен ойнау арқылы ғана шығуға әдеттенеді. Бұл өзіне де, әйеліне де зиянды. Екіншіден, әйелін қосылу жолымен қанағаттандыру еркектің міндеті. Ихтилам, полюция түс көру. Ихтилам дегеніміз ұйықтап жатқан кезде мәнидің бөлінуі. Көбінесе осындай түс көріп жатқан адамның бойынан мәни бөлініп шығады. Ондай түс көру ол баланың ержетіп, қыз баланың бой жеткенінің белгісі. Ихтиламнан кейін қосылу құйыну міндет. Егер жігіт не бой жеткен түс көріп, бірақ іш киімі яки жыныс мүшесінің басы суланбаса, онда қосылу міндетті емес. Мұндай түс көрген адам күнәһар болмайды. Яғни бір адам түсінде әлдебір әйелмен қосылып жатқанын көрсе, бұл күнә емес. Бұл ақиқатында өңі емес түсі ғой. Бұл тек оның көңілінің таза емес екендігінің дәлелі ғана. Мұндай түсте шайтани болғандықтан ихтиламнан кейін міндетті түрде Аллахқа сыйыну қажет. Әрине, түс көрудің барлығы бірдей шайтаннан бола бермейді. Адам баласы кейде басқа жағдайларға да байланысты түс көруі мүмкін. Мәселен, шалқасынан жатқан адамның астында қалың жүн көрпе болып ыстықтасы немесе қыстың күні ұйықтағанда тоңса, осындай түстер көреді. Ал тіпті түсінде құмарлығын оятатын ештеңені көрмей-ақ судың шығып кетуі мүмкін. Бұл таза көңілді мүміндерге тән. Ал пайғамбарларды Аллах тағала мұндай түс көруден қорғап қойған. Абдуллах ибн Аббас, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, бірде-бір пайғамбар ешқашанда бұзық түс көрмеген. Негізінде түс көру шайтаннан деген. Бұл пікірге еш талас жоқ. Өйткені пайғамбарларға шайтан ешқашан билігін жүргізе алмайды.